Баршамызда алдыңғы ұрпақ алдындағы адами міндет бар. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының тағдыры ойдан құрастырылған жоқ. Бұл ащы шындық. Өткеннің үйеңшісінде, бірақ оның қасіретін жоққа шығаруға болмайды. Нұрсұлтан Назарбаев. Тарихи әділеттілікті қалпына келтіру өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін құрбандары болған мыңдаған жазықсыз жазалаған қазақстандықтарға жарқын есімдерін қайтару тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап мемлекетіміздің басты міндеттерінің бірі болды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың саясаты сол қайғылы дәуірдің ақиқатын анықтап, оны жариялауға бағытталған болатын. Отандық ғалымдар мұрағат материалдарына жүгінуге мүмкіндік алып, оларды терең әрі зерделі талдауға жол ашты. Нәтижесінде өз еңбектерін саяси репрессияның, депортацияның және 30 жылдарғы ашаршылықтың күрделі тақырыптарына арналған тарихшылардың буыны қалыптасты. Сондай тарихшылардың алғашқыларының бірі академик Манаш Қозыбаев болды. Мемлекеттің жүйелі саясатының арқасында Қазақстан тарихындағы ақтаңдақтар саны азайды. 1993 жылғы 14 сәуірде жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Ұлттық келісім және зұлмат террор құрбандарын еске алу жылы деп жарияланған 1997 жылы 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланды. Осы күннің қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаев: құрметті қазақстандықтар, бүгін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде тарихтың орын алған аласапыран айқын көрінеді. Олардың бәріміз дұрыс қорытынды жасап, өзіміз үшін жалғыз дұрыс жолды таңдауымыз керек. Біз өткеннің зұлмат күндері қайталанбау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз керек деп халыққа үндеу жариялады. 2001 жылы Шымкентте оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғын-сүргін құрбандарының музейі ашылды. Бір жылдан кейін Қарағанды облысында Долинка кентінде саяси қуғын-сүргін құрбандарына еске алу музей құрылды. Алжир отанына опасыздық жасағандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері. Бұл қайғы қасіретпен жазылмайтын жара орны адамдардың жадында мәңгі қалмақ. 2007 жылы қасіретті лагер орналасқан қазіргі Ақмола ауылында саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарына арналған музейлік мемориалдық кешені құрылды. 2012 жылғы 31 мамырда Қазақстанның елордасында ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған монументалды кешен ашылды. Жыл сайын еліміздің қалалар мен ауылдарында НКВД зындандарында және лагерлерді аяусыз азаптаудың, жұмдастыру жылдарындағы аштықтың құрбандарын, болашақ ұрпақтарының амандығын үшін отанына жыраққа кеткендерін еске алуға арналған іс-шаралар өтеді. Тарихи жадыны қалпына келтіру және сақтау бойынша кең ауқымды жұмыс тарихшыларды, суретшілерді, музей қызметкерлері және бей-жай қарамайтын адамдарды біріктірді. Бұл елбасының қолдауының арқасында жүзеге асты. Жаппай аштықтың бірнеше толқынын тудырған қылмыстық сталинизм саясатының нәтижесінде 20 ғасырдың 30 жылдарында қазақстандықтардың саны 40% азайды. Қазақстан аумағында ГУЛАГтың 11 лагерлері Карлаг, Алжир, Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг, Ақтөбе, Жезказған-лаг, Петропавл, Кеңгір және Өскемен лагерлері болды. 20-50 жылдар аралығында Қазақстанда саяси себептер бойынша 103 мың адам сотталды, 25 мыңнан астамы атылды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Тұрар Рысқұлов, Мұхамеджан Тынышпаев, Жүсіпбек Аймауытов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Міржақып Дулатов, Ильяс Жансүгіров, Әлімхан Ермеков, Санжар Асфендияров, Халел Ғаббасов, Жақып Ақпаев, Абдрахман Байгелдин, Абдулла Розыбакиев, Ораз Жандосов, Жаханша Досымұхамбетов, Мағази Масанчи, Халел Досымұхамбетов және көптеген басқа да тұлғалар.
Қазақ халқының аттары аталған және аталмаған көрнекті ұлдары жазықсыз сотталып, қуғын-сүргіннің құрбандарына айналды. Бұл қасіреттен 3 миллионға жуық адам зардап шекті. Жаппай жер аудару нәтижесінде мыңдаған адам тағдыры тауқыметі бастан кешті. Әр жылдары Қазақстанға 800 мыңға жуық неміс, 100 мыңға корей, 102 мың поляк, Солтүстік Кавказдан 507 мың ингуш, шешен, қарашай, балқар, түрік мескентиндіктер өкілдері жер аударылды. Сондай-ақ латвиялықтар, литвалықтар, эстондар, күрттер, армяндар, қалмақтар, қырым татарлары, пон гректері, болгарлар, сығандар депортацияланды. Миллиондаған адамдардың басына өткен ауыр күндер әлі күнге дейін елдің есінде. Дәл бүгін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына бір сөздерін еске түсіру өте маңызды. Сталинизм құрбандары атынан туған жерімізде ендігі әрі мұндай оқиға қайталанбайды деп, бір-бірімізге және болашақ ұрпақтарға серт етейік. Ұлттық келісім саясаты, заң үстемділігі және саяси тұрақтылық бостандық пен демократияның салтанат құруының басты шарттары екен. Елдің қайта өркендеуі мен Қазақстан Республикасы азаматтарының лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуінің негізгі болатынын ұғынайық.